Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін асқабақтың пайдасы туралы айтамын. Видеоның соңына дейін қарап, осы ақпараттар пайдаларыңызға жарап, көңілдеріңізден шығып жатса, лайк басып және подписаться етіп кетулеріңізді сұраймын. Ал ендеше кеттік, асқабақтың пайдасы туралы айтамыз. Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен, пілегінен емдік дәрілер жасалатынын халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Асқабақ көптеген дерттен айықтырады. Және де базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан оны күнделікті ас мәзірінде қолдану үшін сатып алушылар да аз. Жалпы асқабақ қандай өсімдік, қазақ жеріне ол қайдан әкелінді, оны қандай ауруларға пайдалануға болады, құрамында нендей дәрумендер бар, бұл жөнінде де нақты деректерде табу қиын. Асқабақ тұқымдастарына жататын бір және көп жылдық шөптесін, қолдан өсірілетін өсімдік, уыз, дәмді жеміс. Көпшілігіміз күнделікті пайдаға асырып жүрген асқабақтың ағзамызға тигізер пайдасы жөнінде біле бермейміз. Асқабақ өнімдерін пайдаланудың да өзіндік артықшылықтары бар екен. Асқабақтың құрамында кальций, цинк, марганец, фосфор, иод, фтор мен магний элементтері жеткілікті. Асқабақты склероз, диабет және өт қабынуына шалдыққан жандар көптеп пайдалану керек. Асқабақ артық салмақтан арылуға көмек береді. Асқабақты жүктілік кезеңінде де қолданған жөн. Әсіресе жас аналар асқабақпен қоректенсе, витаминдер қорын жияды, әрі сәбиге де пайдалы. Асқабақ шырынын қабылдау суық мезгілінде пайдасын тигізеді. Тұмау мен өкпе ауруынан зардап шексеңіз, асқабақ шырынын ішіңіз. Асқабақ дәнінің құрамында цинк пен белок жеткілікті. Олар асқазан мен ішек, сонымен бірге бауыр ауруларымен күресуге көп көмегін береді. Егер сіз тері түлеуіне немесе тері ауруларына жиі тап болсаңыз, асқабақты қолданысқа енгізіңіз. Асқабақтың соғы бауырға бірден-бір таптырмас ем. Бұл асқабақтың соғының рецептісі осы менің YouTube каналымда бар. Төменге описаниеге ссылкасын қойып кетемін. Сол жерден кіріп көрсеңіздер болады. Пайдаларыңызға жарасын. Баршаңызға рахмет.